Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл дұғаны саидул истихфар деп айтқан, яғни кешірім тілеудің ең жоғарғы мәртебесі деп атаған. Өйткені бұл дұға құлдарының тәубесін қабыл етуші, ерекше мейірімді Алладан кешірім сұрағанда айтылатын ең жақсы сөздерді қамтыған. Сонымен қатар сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім мына дұғаны шынайы сеніммен таңертең оқып, сол күні кешке жетпей дүниеден озса, жұмаққа барады. Сондай-ақ кімде-кім шынайы сеніммен кешке оқып, таңға жетпей көз жұмса, ол да жұмақтық болады деп, осы дұғаны әрдайым аузынан тастамай айтып жүретін пендені сүйіншілеген екен. Бұл хадис Сахих аль-Бухариден жеткен хадис, яғни сенімді тізбектен жеткен хадис екен. Сол себептен бұл дұғаны таңертең және кешке қарай 3 реттен оқып жүруді ұмытпайық. Олай болса, бұл дұғаның қалай оқылуын бірге үйренсек, үйренбестен бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Оқуды бастаймыз. Мен қазір арабшасынан жүргізіп оқимын. Ал астында қазақша оқылу жазылып тұр. Алдыңғы дұғада қазақша оқылуын саласыз ба деп өтініш білдірген болатыныздар. Енді осы дұғада астына қазақша оқылуында салып қойдық. Ал бисмилля бастаймыз. Аллахумма анта робби ла илаха илля анта халақтани ва ана абдука ва ана ала ахдика ва ва'дика мастатa'ту а'удhu бика min şerri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Мағынасы: Уа Алла Тағалам, сен менің Раббымсың, сенен басқа тәңір жоқ. Мені сен жараттың, мен сенің құлыңмын. Қолымнан келгенше өзіне берген уәдеме берік боламын. Істеген істерімнің кесір-кесапатынан бір өзін сақтай көр. Берген нығметтерінің бәріне шүкіршілік етемін. Һәм жасаған күнәларымды да толық мойындаймын. Мені кешіре көр. Шынында өзінен басқа күнәларды кешіруші жоқ. Алла Тағала сіздер мен біздердің күнәларымыздың кешірілген, Алланың мәрхабатына бөленген құлдардан етсе екен деп дұға етеміз. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.